Адамзаттың орток казынасына Алып Манас менен биргеликте Айтматов, Ауезов сыяктуу улууларды берген. Абай сыяктуу адамзаттын асыл мурасын толуктаган данышмандарды кошкон кыргыз казак маданиятында азалаган Кошканат теле долбоору кайрадан назарыңыздарда. Арыбаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар, қадірлі қырғыз бауырлар. Екі жұрттың арасын жалғаған дәстүрлі қос қанат атты телекөпірде бір-бірімізді қош көрдік ағайын. Бүгінгі кездесудің тақырыбы қазақ пен қырғыздың арасындағы спорттағы бауырластығы, рухани байланысы. Иә, Дархан, тарихы мен тағдыры ұқсас қос халықтың жаны да, намысы да ортақ. Әсіресе спорттағы достық, әріптестік екі ел арасындағы ең жарқын көпір. Қазір біздің спортшыларымыз бен осы саланың мамандары студиямызға қонақ болып келеді. Оған дейін сөз кезегін қырғызстандық әріптестерімізге ұсынамыз. Адамзаттың орток казынасы болгон Манас эпосунда казак-кыргыз катаган баарыбыз бир атадан деген таасын саптар бар. Так ошону сыяктуу эле чакырган урааны Алаш болуп, андан кийин Манас болуп өзгөрүп турган улуу урааныбыздын алдында, улуу тоонун койнунда, улуу талаанын жээгинде отурган казак-кыргыздын Кошканат долбоорунун бүгүнкү кадырлуу коногу, элибиздин сыймыгы, Кыргыз Республикасынын сыймыктуу уулу Белоруссия мамлекетинин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, альпинист, элибиз айткандай улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы дегендей, улуу тоого чыгып, улар менен үндөш, кайбирин менен катарлаш канчалаган түндөрдө бирге өткөргөн, кыл чокулардан Кыргызга салам жолдоп жүргөн элибиздин сыймыгы Эдуард Кубатов агабыз биздин студиябызга келип отурат. Куш келипсиз ага. Сизди куттуу студиябызда көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Элибиздин сыймыгы катарында бүгүн сиз менен жалпы Алаш журтунда, ар жак Казакта, бир жак Кыргызда жакшы бир маек кылгыбыз келип отурат. Коргошундай көл бөлүгү көргөнүңүздү, билгениңизден албетте тоо чокусундагы, кыл чокулардагы кереметтерди, ошол жактагы сыйкырлар жөнүндө жалпы элге салам айтсаңыз. Элибиз айткандай улуу тоого чыккан барбы дейт. Сиз канчалаган дүйнөдөгү мен деген чокулардын баарын багындырдыңыз. Космонавт болуш кыйын болуш керек, бирок андан дагы кыйыны бул альпинист болуш. Себеп дегенде өзүңөн бөлөк ишенер эч нерсең жок. Космонавттар болсо албетте техникага, орбитага карата түздөнүп, ошол нерселер менен чыгат. Анан ошол жактагы болгон окуяларыңызды айтып берип, деги эле ушул Борбордук Азияда, Кыргызстандан башка элдерде, айрыкча Казакстанда сиз менен чогуу жүргөн кимдер бар альпинисттер, алар менен биздин айырмачылыгыбыз, артыкчылыктарыбыз, биздеги жана алардагы кемчиликтер, казак-кыргыз ортосундагы ушул альпинисттердин маселелерине токтолгубуз келип турат. Сөз сизде ага. Чоң рахмат. Мен да абдан кубанычтамын. Кыргыз элиме жана казак элиме салам коштойм. Биздин достчулугубуз эч качан үзүлбөсүн. Ушу дүйнөдө бир болуп, чоң ийгиликтерге чогуу жетелик. Тоо альпинизм жөнүндө сүйлөшсөк, конечно, Казакстандын мурунку курама командасы 2000-жылдары дүйнөдө эң мыкты команда деп саналчу. Баракелде. Казакстандын альпинизми бир мезгилде дүйнөдө биринчи орун алып, абдан альпинизм дүйнө системасында чоң үлгү болгон проект болчу. Анда дагы мыкты Казакстанда тренер болчу Ирван Тилинский деп, ал деле азыр аксакал жашап турат. Ошо Ирван Тилинскийдин мезгилинде 2000-жылдары Казакстан абдан чоң ийгиликтерге жеткен. Ошонун ичинде легендардуу мыкты альпинисттер Максут Жумаев, менин жакын досум Василий Талгатович Певцов, ошол мезгилде дагы Денис Урубка деген мыкты альпинист чыккан, Казбек Валиев деген альпинисттер, андан кийин дүйнөгө белгилүү легендардуу альпинист Анатолий Букреев деген бүт альпинисттер ошол мезгилде Казакстанда чыккан. Ошондой болгондо Алматыда мындай ЦСКА спортивный клуб Армия деген бар болчу. Ошо жанакы ошо системадагы спортивный клуб Ирван Тилинский ошондо главный тренер болгонунан абдан чоң ийгиликтерге жеткен. Ошол убакытта казак альпинисттер биздин Хан Теңир Жеңиш чокусунда, Ленин чокусунда машыгып, ошо менен биздин дагы тоолорубуз, алла тообуз абдан мындай салым кошкондо казак альпинизмге.
Азыркы мезгилде биз бир мезгилде биздин альпинизмибиз деңгээли мындай чоң болбой, биз аракеттенип атабыз ошо казак альпинизмге жакындап калайлык деп. Аракеттерибиз жакшы, буюрса кыргыздардын арасында дагы азыр чоң альпинисттер чыгып атат. Болсун. Деги эле тоо касиети агай. Биз мынакей президентибиз дагы жакында гана ак илбирс боюнча мамлекеттин символу деп жарыялап, анын колдонуу эрежелерин дагы токтом менен бекитип берди, эскеме менен. Кыргыз өзү тоодо байырлаган, тоодо жашаган, илбирс менен өздүү болгон, барс менен балдар ойноп жүргөн керемет эл. Ошон үчүн жана Кайбере менен катарлаштап айттык. Тоо касиети жөнүндө бир токтолуп берсеңиз. Биздин казактар улуу талааны жердейт, биздикилер болсо улуу тоону байырлайбыз. Анан казактын альпинисттери келип биздин чокулардан машыгып аткандыгы, тоолордун арасында айырма болобу болбойбу, чокуларда айрыкча. Биз эми бардыгын бир эле караганда тоо деп коебуз да. Биринчиден мен абдан колдойм, ушу ак илбирс биздин националдуу символ болду. Биз эми тоолуу эл болгондо ак илбирс биздин эмебизде чыныгы эле тотемибиз дагы илгертен келаткан жанакы Алтайдын убактынан келаткан, ала тообуздан келаткан убактан бул деген биздин тотемибиз, биздин символубуз. Биз эми тоолуу эл болгондо 94% жерибиз тоо болсо, ак илбирс биздин тотемибиз да. Ошон үчүн абдан туура чечим болгон, биз колдойбуз. Биз тоодо жүргөндө билебиз, что именно ак илбирс бизге деген чоң мындай, кандай десем, дух да берет, өзүндө ак илбирстин ичинде дагы өзүнүн руху дагы бар, өзүнүн дагы мындай көп мындай символикасы бар да альпинисттерге. Анан туура сиз айтып атасыз, казак эли бул деген тала чөлдө жашаган, мындай чоң жерлерде жашаган, биз эми тоолуу элбиз, но бирок каныбыз бир, динибиз бир, тилибиз бир, биз эми дүйнөдө эң жакын элбиз. Анан деген бул жакшы нерсе да. Алар Алматыдан болобу, Тараздан болобу, Астанадан болобу биздин тоолорубузга келет, чогуу машыгабыз. Анан чоң ийгиликтерде Гималайга, Каракорумга, Тибетке чогуу чыгып, чоң ийгиликтерге жетебиз. Ошондуктан биздин даже спорт боюнча биздин достчулугубуз абдан бекем. Анан ушу саясат, экономика жактан дагы достчулугубуз абдан бекем болсо, андан дагы жакшы болот. Сиз биздин элибиздин желегин чогуу бир чокуларда желбиреткениңизди көрүп, ушунчалык жүрөгүбүздө кубаныч тартууланып, улут катары, кыргыз катары жер бетинде жашап атканыбызга сыймыктанабыз. Өзгөчө бизге бир кубат тартуулай турган, өзүңүздүн жөнүңүз айтып тургандай, кубат тартуулап аткандай бир керемет көрүнүштөр, көз ирмемдер болот. Анан биз учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз жана казак элдеринин атынан дагы сизден сурангыбыз келип атат. Бир чокуга чыккан кезде Кош канаттын ардактуу коногу катарында кыргыз менен казактын желегин бирдей желбиретип, бир салам айтууңузду өтүнөбүз. Анан жалгыз эле өзүңүз кыргыз улу катары чыгып кетпестен, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк, дүйнөдө эгиз элдер көп эле бар чыгар, бирок бир эл болуп эки мамлекети болгон, бул кыргыз казак гана бар. Ушундай бактылуу, суу кайсы жерден башталса, мөңгүдөн башталып, этеги даркан талаадан сиңип аткан сыяктуудай өмүрдүн сапарында дагы чогуу келе жаткан элбиз. Анан казак альпинисттери менен чыгып алдыда пландарыңыз барбы? Чогуу биргеликте бир дүйнөнүн чоң чокуларында чыксак деген ниетиңиз? Биринчиден мен деген март айында эмки жылы буюрса Канченжанга деген тоо бар, 8585 метр. Буюрса ушу максатты ишке ашыртканга эметейин, өзүм салымымды кошоюн. Буюрса ошо жерде Кыргызстандын, Кош канаттын желегин көтөрүп берейин. Кыргыз менен Казакстанга арнап берейин. Буюрса. Анын дагы жакшы нерсе, буюрса жакын арада биз пландарыбыз бар. Казак альпинизм федерациясынын жетекчиси менен биздин абдан жакын бекем байланыштарыбыз бар. Буюрса биз бир-эки чоң эл аралык проект жасайбыз. Кыргыз-казак альпинисттик эл аралык проекттерди ошо Гималайда болобу, Тибетте болобу, же Пакистанда Каракорумда болобу, же биздин ала тообузда болобу. Ошон үчүн биз албетте жакын арада бир чоң проект кылабыз. Бул деген же айымдардын курама командасы болобу, же жанакы жаш балдардын, жаш альпинисттердин курама командасы болобу. Биз ошого азыр чечим кылабыз. Буюрса жакшы проекттер болот. Болсун. Ыраазычылык билдиребиз Эдуард ага. Элибиз байыртан бери
Айтматов менен Алвезовдун бюсттарын койдук, эстеликтерин койдук. Жакында келип урматтуу Казакстан президенти Касым Кемелұлы Токаев келген кезде эки президент биргеликте биздин эки аксакалдын адамзаттын адабиятына, орток адабиятка ушул кыргыз казактын даркандары, асылдары катарында салым кошкон эки аксакалдын эстелигин койдук. Астанага Манас табыстыгын, бизге Абайдын айкелдерин койдук. Биз каалайбыз бир чокуларда кыргыз, казак альпинисттеринин дагы жакшы бир тулгалары, эстеликтери, белгилери, эн тамгалары турушун. Бар болуңуз, сизге Казакстандан салам жолдогон дагы бир сиздин кесиптешиңиз бар экен. Учурдан пайдаланып, телекөпүр аркылуу Казакстанга узатабыз. Ассаламу алейкум барша көрермендерге, ассаламу алейкум кадірлі қонақ Эдуард Жумакадырович. Қазақ еліне, қазақ жеріне қош келдіңіз, қош көрдік. Және де осы мүмкіндікті пайдалана отырып, осы сәтті пайдалана отырып, сіздің биылғы жеткен жеке жетістіктеріңізбен және Қырғыз мемлекетіндегі тарихи жетістіктерді ата кетіп, сонымен құттықтағым келіп отыр. Эверест шыңынан кейінгі биіктігі бойынша екінші болатын, қауіпсіздігі бойынша 8000-дықтар ішіндегі алдыңғы қатардағы К2 шыңы, биіктігі 8611 метрлік. Осы шыңды сіз биыл оттексіз, кислородсыз шықтыңыз осы шыңға. Ол дегеніміз альпинизмдегі үлкен жетістік, үлкен белес. Осы жетістіктеріңізбен, осы жеңісіңізбен сізді құттықтаймын. Және де әлемнің ең биік нүктесі 8848 метрлік Эверест шыңына шыққан қырғызстандық бірінші әйел адам Әсел Байбағышева. Ол да тарихта, Қырғыз мемлекетінде альпинизмдегі тарихты жаңартты. Осы жетістіктердің барлығы біз ойлаймыз, бұл сіз басқарған жетістіктер. Және де Әсел Байбағышева бұнымен тоқталған жоқ. Биыл қар барысы, снежный барыс титулын қорғады. Және де титулын қол жеткізді. Сондай-ақ Қырғыз мемлекетінде коммерциялық және спорттық альпинизм жақсы дамуда, жақсы нәтижелер көрсетуде. Бұл дегеніміз сіз басқарып отырған федерацияның жемісі, сіз басқарып отырған федерацияның жүйенің жетістігі. Бізде де енді айта кететін болсақ, қазақ елінде өз батырларымыз бар. Василий Талғатович Певцов, Мақсут Сагентаев, Жұмаев сияқты ағаларымыз бар. Осы ағаларымызға қарап үлгі алып, тауға қызығушылығы арттырып келе жатырған жас буын бар, жас өспірімдер бар. Ол бізді үшін қуантады, ол біз үшін үлкен жетістік. Мен ушу бир тууган иниме терең ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Бул келе жаткан мыкты Казакстандан келе жаткан альпинист, жакшы чоң 7000ден ашкан тоолорду, жеңиш чокусу, хан теңирди өткөн жигит. Ошого мен ыраазычылыгымды айтып кетем. Кыргызстанга ар дайым конок болуп, машыгып келип турат. Бул жигитибиз абдан туура сөздөрдү айтты. Кыргыз менен казактын достчулугу эч качан үзүлбөсүн. Чогуу бир чоң ийгиликтерге жетип жүрөлүк. Анан мен да терең ыраазычылыгымды айтам. Казакстандын альпинисттер менин жүрөгүмдө, булдар менин жакын досторум, агаларым. Буюрса бүт баары жакшы болот. Чоң рахмат, абдан кубанычтамын. Эдуард ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Басма элдин кыскан ээси билбей ат билет, азамат эрдин сырттан эл билбей жат билет дейт. Так ошол сыяктуу Кыргызга эле эмес, жалпы казакка, дүйнөдөгү мен альпинист дегендердин баарына улутубузду даңазалап келе жаткан элибиздин жакшысыз. Бар болуңуз, ар дайым улуу тоого чыккан кезде элибиздин деми көкүрөгүңүздөн кетпесин. Жалпы журтка бир жакшы тилегиңизди айтып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берели. Сөз сизде. Рахмат чоң. Кыргызстаным азыр абдан чоң өнүгүү өзгөрүү жолу менен баратат. Ушу жолубуз ак жолтой болсун. Чоң ийгиликтерге чогуу жетелик. Билем Кыргызстаным абдан зыңкыйган, абдан ийгиликтүү, абдан мындай мыкты мамлекетке айланат деп туруп терең ишенем. Анан 23 октябрда Ак Элбирстин туулган күнү болду. Биринчи жолу Кыргызстанымда ушу Ак Элбирстин күнү болуп атат. Эл аралык күн болуп атат. Ошондуктан кыргыз элимди куттуктайм. Билип жүргүлө кыргыз элим, биз Ак Элбирстин тукумубуз. Биз Ак Элбирс менен каныбыз бир. Тоолуу эл болгондо биздин жүрөгүбүздө
манасыбыз бар, жүрөгүбүздө акыл бирсибиз бар. Ийгилик коштоп жүрсүн, аманчылыкта, жакшылыкта чогуу болойлук. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз ага. Ар дайым чыны менен биздин улуттук тотемибиз болгон, колдоочубуз болгон ак элибиз секиригиндей болуп жаңы Кыргызстан жаңы бийиктерге жете берсин. Так ошол ийгиликтердин баардыгында улуттун алтын умуктары өзүңүз сыяктуу азаматтарыбыз түндүгүбүздү бийик көтөрүп аман жүрүңүздөр. Кош канаттын сапарын улантабыз. Бүгүн тоолорду багындырып жүргөн элибиздин сыймыгы Эдуард агабызга арнап жалпы Ала тоонун койнунан Алты Алашка, Астанага ысык салам жолдоп, тоо деми менен Ала тоо керемет чыгармасы Келбек Тургунбаев агабыздын чыгармасын сунабыз. Улуттук филармониянын солисти Элмира Тажиева аткарат. Кабыл алыңыздар. Асман көктө чалыккан, жериң сонун ала тоо. Ата журтту акылман, элиң сонун ала тоо. Аркар кулжа жайнаган, төрүң сонун ала тоо. Акку сүзүп калкыган, гөлүң сонун ала тоо, гөлүң сонун ала тоо, гөлүң сонун ала тоо. Эркин кыргыз элине энчи болгон ала тоо, эгемендүү жерине кенчи болгон ала тоо. Каркырадай жебесе созо жүрөт ала тоо. Кайда жүрсөм элесиң, кошо жүрөт ала тоо, кошо жүрөт ала тоо, кошо жүрөт ала тоо. Түлкүн гүлү жайнаган, түрүң сонун саймадан. Гүлзарыңда түрдү куш, түнгүл тынбай сайраган. Карегимди толтурап, карай берем кайрадан. Кагылайын ала тоо, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам. Карегимди толтурап, карай берем кайрадан. Кагылайын ала тоо, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам. Кагылайын ала Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Инстаграм, bomford.kgz.
Түрк элдеринин эпосторунан, анын ичинде кыргыз менен казак элдеринин эпосторунун ичинде окуп олтурган кезде жеңилүү эмне билбеген, далысы жерге тийбеген деген керемет саптар бар. Булар албетте биринчи кезекте балбандарга, спортчуларга тийиштүү саптарыбыз. Мейли Манас эпосу болсун, казак элдериндеги Алпамыс, Кобуланды баатыр, Эдиге сыяктуу дастандарда болсун, так ушундай баатырлыкка, спортко шыктандырган, жигиттерибиздин ар намысын бекемдей турган керемет саптарды көрүүгө болот. Так ошондой улуу баатырлардын урпактары бүгүн дүйнө назарын бурган кандай бийиктиктерге жетип атат, анын бардыгын азыр алдыңкы мүнөттөрдө сиз менен чогуу баарлашабыз. Көздүн агы менен карасындай болгон куштун кош канаты сыяктуу көрүнгөн кыргыз казак элдеринин маданий байланышын, ынтымагын, бир туугандыгын даңазалаган кош канаттын сапарын андан ары көздөй улантабыз. Өзүңүздөр билгендей бүгүн биз спорт темасында сөз кылып жатабыз. Биздин студиябызга келген дагы бир элибиздин сыймыктуу коноктору бар. Тааныштыра кетели. Эстердин спорт чебери, Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын аткаруучу директору Евгачев Орозбек агайыбыз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук оюндар боюнча дирекциясынын директору Улукбек Өмүрбеков агабыз студиябызда. Ошону менен катар дүйнө чемпиону, кыргыз күрөшү боюнча эл аралык класстагы спорт чебери Мыктыбек Өмүрзак уулу дагы биздин студиябызга келип отурат. Куш келипсиздер агалар. Сиздер менен көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Эми сиз жана сөздүн башында айткандай, бизде кожомкул боло турган болсо, казактарда дагы өзүнчө Кажымукан сыяктуу даңаза болгон балбандар бар. Бокс жагын алып келген кезде айтор кандай болбосун кыргыз, казак намыс дегенде туудай тик турган улуу эл. Так ошол намыс талашуу маселесине келген кезде биз биринчи кезекте спортчуларыбызды айтабыз. Бирок соңку жылдарда биз социалдык тармактардан, интернет айдыңынан көргөн кездерде айрыкча мына Олимпиада оюндарында кыргыз казак ортосундагы бир нагыз бир туугандыкты, ынтымактыкты, достукту көрүп атабыз. Казак балбандары, казак спорт чеберлери рингке чыккан учурларда кыргыздар ураалап, ураан чакырганын көрүп атабыз. Кыргыздар чыккан кезде казактардан көрүп атабыз. Ушундай керемет бир көрүнүштөрүбүздүн сапары байсалдуу болсун дейбиз. Ар дайым ар намыска туулган азаматтарыбыздын беттегенине жараткан жар болсун деп сиздерге сөз узаткан турабыз. Ороз агай, алгачкы сурообуз сизге. Кыргызстандагы бокстун тарыхы, Казакстан менен болгон байланышыбыз, кыргыз казак боксерлордун ортосундагы артыкчылыктары жөнүндө бир айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көрөрмандар, урматтуу бокс көрөрмандары. Эми биздин тарых боюнча айтып кетсек, мынакей биздин эң чемпиондорубуз, биринчи чемпионубуз, СССРдин спорт чемпиону бул Гришковец, Валерий Гришковец деген бар. Андан тышкары Андрей Курнявка дүйнөнүн чемпиону бар. Алар ушу курама команданын, СССР курама команданын жүргөндө мынакей казактардын эң мыкты Серик Конокбаев деген жигити бар болчу. Ошол малда Олимпиаданын күмүш ээси Серик Нурказов, Каримжан Абдрахманов, ушу казактардын эң мыкты мушкерлери. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, биз дагы биргеликте мондай сбор уюштурабыз казактар менен. Биз аларды өзүбүздүн мелдештерибизге чакырабыз. Алар бизди да чакырат. Мондай сбор деп коет, учебно-тренировочный сбор деп коет мондай орусча. Биз да аларды чакырабыз көлгө. Ар дайым алар суктанып келишет, ар дайым чакырылат деп айтат. Биргеликте өткөзөбүз ушул сборду. Биз аларга барабыз. Эмне дегенде биздин курама команданын башкы маштуручу азыркы Данияр Төлөгөн уулу деген жигитибиз азыр Ташкентте жүрөт. Мынакей казактар менен чогуу сбор өткөзүп атат. Алар азыр дүйнө кубогуна даярданышып, Кудай буйрса декабрдын 22-синде башталат кубок, рейтинговый кубок деп коет. Андан тышкары мынакей казактар менен биргеликте биз ар дайым бири-бирибизди колдойбуз. Эмне дегенде алар калыстардын арасында семинар өткөзөбү, лекция өткөзөбү, ушундай эл аралык өткөзгөндө бизди да чакырат. Мынакей жакында Көлдө биз дагы чоң семинар өткөрдүк. Аякта дүйнөнүн эмелери келип, биздин Международный федерация бокса деп коет, эл аралык дүйнө федерациясы. Ошолор өткөргөндө мына Казактындагы калыстары, маштурчулары дагы биздин маштурчулар менен чогуу семинар өттү. Мен ойлойм, мындай машыгуулар, мындай сборлор, мындай семинарлар өтө берет. Биздин ошо деңгэл, бокстун деңгээли дүйнөнүн деңгээлине чыга берет деп ойлойм. Эмне дегенде биздин казак туугандар биз менен чогуу, азыр сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, мелдештерде болобу же мондай машыгууда болобу, алар менен биз бирге жүрөбүз. Алардын маштурчулары, биздин маштурчулар менен чогуу, биздин калыстар
алардын калыстары менен чогуу бирге чоң мелдештерде жүрүп бири-бирин колдоп, андан мындай эмелер каталар болсо бири-бирин колдоп айтып турушат да. Эмне дегенде мен өзүм дагы бокста уже мынакей 30 жыл жүрөм. Ошо казактар менен биргеликте чогуу жүрөбүз. Чогуу бири-бирибизди колдойбуз. Рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Азыр сиздин кесиптештериңиз дагы Астана студиясына бизге кошулганы турат. Урматтуу Астана студиясы, Дархан ага, сиздерге кезекти узатабыз. Астана, сөз сиздерде. Рахмет, Бишкек студиясына алғыс білдіріп, біз Астана студиясынан өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Және қымбатты көрермен, бүгін студиямызда қонақта біздің еліміздің танымал спортшылары дәл осы салада қызмет етіп жүрген мамандарды шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Боксшы жастар арасында 4 дүркін Азия чемпионы Темірлан Мұқатаев және ұлттық ат спорт түрлерінен мемлекеттік жаттықтырушы Нұркен Байбуриев ағамыз студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіздер аға. Енді біз қырғыз елмен онлайн байланысып отырмыз ғой. Қазір енді бауырлас еліміздің де мынау спортшыларын көріп отырмыз. Жетістіктеріміз ортақ деп айтсақ та болады. Соны бізге бүгін бөліссек деген ниетіміз бар. Өз ойларыңызды осы орайда айта кетсеңіздер. Енді біз ат спортына мәліметтер бере кетейік. Мысалы, біздің ұлттық ат спорт түрлерінің ойындарына қазір мысалы республикамыздың ішкі жағдайынан бұрын әлемдік деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі жарыстарымыз өте жылдан жылға артып келе жатыр. Оның үстінде әрине жаңа командалық ойынды айтатын болсақ, жаңағы көкпарымыз бар, сосын аударыспағымыз бар, жамбы атуымыз бар, теңгелуіміз бар. Мысалы осы 4 түріне келетін болсақ, жалпы осы 4 түрінен де халықаралық федерациялар құрылған. Жалпы халықаралық федерациялардың барлығының басын құрап тіркелетін Түркия мемлекетіндегі ұлттық спорт, этноспорт конфедерациясына тіркелдік қой. Барлығымызда тіркелгенбіз, сонда халықаралық Қырғыз мемлекетінде федерациялар сонда тіркеліп, жылда соқта конференция өтеді. Енді бұл жерде басқа жарыстарымызға келетін болсақ, бірігіп өткізетін жарыстардың ішінде қазіргі белең алып жатқан аударыспақ дейміз, қырғыздарда эреніш деп айтады. Ат үстінде күрес федерациясы құрылған болатын 23 жылы. Соның ішінде ортақ ережемен өтуде. Бұл бір үлкен жетістік деп айтамыз. Құрамында халықаралық федерацияның 10 мемлекет бар. Соның ішінде Қырғыз мемлекеті, мінекей сол Қырғыз мемлекеті, сол жалпы ортақ ережемен бірінші әлем чемпионаты былтыр осы Қырғыз мемлекетінде өтті. Өте жоғары деңгейде өтті. Одан кейін келетін болсақ, мынау жамбы ату спортымыз бұл әлем деңгейде өте дамыған спорттардың бір түрі. Үлкен алпауыт мемлекеттердің федерациялары бар. Мысалы, Венгриясы бар, Оңтүстік Кореямыз бар. Солардың спортшыларымен иық тіресіп келе жатқан осы қазақ спортшылары мен қырғыз спортшылары өте жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Ат үстінде садақ ату деген жалпы бір ережемен өтуде. Теңгелу дейміз біз. Бұл Қырғызстанда тиын еңмей деген ойындары бар, ұлттық ойын. Өте ұқсас келеді. Сонымен теңгелу халықаралық федерациясын құрып, осылай мүшелікке кіріп, жылда Азия кубогы, әлем чемпионатының кеше көшпенділер ойындарында 24-те бізде өткен Қазақстанда, соның бағдарламасына енген болатын. Әрине бұл жерде ат үстінде жақсы өнер көрсететін әрине қазақ пен қырғыз ғой жалпы. Сондықтан екі жақ бірдей өнер көрсетеді деп айтуға болады. Жалпы ат спорт ойындар федерациясы бар Қырғыз мемлекетінде, қазір тығыз байланыстамыз. Және дирекциясы, ұлттық спорт ойындар дирекциясында байланыс жасап, мінекей сол осы спорт түрлерін дамытып жатырмыз. Енді осы айдың аяғында қараша айының 1-2-сіне халықаралық жарыс өтейін деп жатыр осы Талас қаласында, Талас облысында. Соған дайындалып жатыр жігіттер. Сондықтан ал енді көкбөрі, көкпарға келетін болсақ, бұл жерде де жалпы осы ат үстіндегі ойындардың барлығын әр мемлекеттің өзінің ұлттық ойыны. Жалғыз менікі деген қате түсінік деп ойлаймыз. Өйткені барлығында атаулар әртүрлі болғанмен, бірақ сол аттың үстіндегі жігіттер барлық спорт түріне машықтанған. Көкбар мен көкбөрінің енді айырмашылығы осы уақытқа шейін талқыланып келе жатыр ғой, жаңа қазандық, көкбөріде біздікі шеңберге ойналады. Сондықтан бұл екі салаңда даму деңгейі енді бір қалыпты келе жатыр. Ат үстінде мінген мемлекеттер осы Азия мемлекеттері, мысалы Европадан жаңа Түркия мен Венгрияны алатын болсақ, жалпы осы спорттарға насихаттаудамыз. Бірақ дәл қырғыз қазақтай өнер көрсететін мемлекеттер аз да аз.
Сондықтан жаңа қазақта айтады ғой, жаңағы ел аралас, қой қаралас, көрші, өзіміздің салтымыз, дәстүріміз, ойынымыз бәрі бір болғаннан кейін жалпы иық тіресіп осындай үлкен іс-шараларды атқарып үстіндеміз. Қанымызда бар дүние ғой жалпы. Қанымызда бар дүние. Біздің екі елдің ғана емес, жалпы мынау түгел түбі бір түркі халықтарының басын қосатын алаң бұл көшпенділер ойыны. Әрине. Көшпенділер ойынының жалпы осы түркі халықтарының арасындағы ынтымақты, бірлікті, одан бөлек әріптестікті арттырудағы негізгі миссиялар, мақсаты орындалып жатыр деп ойлайсыз ба? Енді бұл жерде спорттық сайыс қой. Спорттық сайыста жеңілу бар, жеңу бар. Біз тарапымыздан ойлайтын болсақ, әрине ынтымақтығымыз мен достығымыз ол бір бөлек, спорттық сайыстарға келгенде әрине өте бәсекелес мемлекет осы қырғыз мемлекеті бізде. Бұл көшпенділер ойынның қазіргі беделі енді ұлттық ойындарымыздың жаңа олимпиадасы деп атаймыз ғой. Енді келесі жылы осы қырғыз мемлекетінде өтеді деп жоспарлануда. Енді оның бағдарламасына келетін болсақ, бізге келген бағдарламада қазір шамалы бір талқылау мәселелері туындап тұр. Өйткені бізде мемлекеттен қаржыландырылады осы ұлттық спортымыз. Бірден бір мемлекет осы мемлекет қаржысынан. Яғни біздің өзіміздің ұлттық ойындарға қаржы бөлінеді. Ол үшін жаңағы спорт мектептеріміз бар, біздің спорт орталығымыз бар. Сондықтан біз ол жаққа команда дайындап апару үшін жаңағыдай өзіміздің спорттарға бөлінетін ақшада қаражат бөлінеді. Сол спортпен дайындық жүргізіліп, сол спортшылар қатысу керек. Мысалы, енді біз ол жаққа сұрақ қойып отырмыз. Енді біз негізі осы жөнінде сұрақтар жөнінде барып та қайтсақ па деген жоспарымыз бар. Мысалы, біздегі аударыспақ, яғни халықаралық федерация құрылып, ат үстінде күрес болып бекітілген. Ол халықаралық мүшеге бәріміз мүшеміз. Енді сол ережемен сонымен өту керек еді, сол бағдарламада. Енді соны қосымша енді Ереніш федерациясының жігіттері енді соны қолдап отыр. Енді олар өздерінің ұсынысымен сол жаққа шығып жатырмыз деп жатыр. Сондай. Енді мынау тең еңбей дейміз, тең келу жайында сұрақтар бар. Енді ертең халықаралық жарысқа барып, сол жерде талқылап өтеміз. Көкпар мен көкбөріге келетін болсақ, енді көкпарда программаға әзірге кірмей тұр. Енді ол жағынан ұсыныс жасаймыз. Көкпарда кірсе деген сол бірге ойнасақ деген не бар. Бұл жерде енді қауіпсіздік шараларына олар да қарастырып жатыр ғой. Ең бастысы қауіпсіздік шараларына барлығына жауапты жұмыстарды жүргізілетін болса, осы спорт түрлерін өткізуге болады. Жақсы, рахмет. Тамаша. Енді қайда өрде қарасақ та, жалпы спорттың түпкі мақсаты бейбітшілік қой. Осы орайда Темірлан өзіңізге сұрақ қойып өтсек, жалпы бүгінгі халықаралық жарыстарда топ жарған, ел намысын қорғаған беделді спортшының бірісіз. Осы орайда жалпы қазақ пен қырғыз арасындағы үлкен додаларда көшпенділер командасы осы сайыстан спорттан емес, жалпы жекпе-жек түрінен өте мықты деп келеді. Сіз қалай ойлайсыз? Осы ойға келсесіз бе? Иә, біз енді қазақ қырғыз жалпы бір туған дейміз ғой, спортта да әрқашан бірімізді қолдап жүреміз. Келсем, жекпе-жек түрінен әр түрін алсақ, мысалы күрес, еркін күрес, грек-рим күресі, жаңа өзіміздің бокс, қазақ пен қырғыз әрқашан финалдық тұрғыда өнер көрсетеді. Жалпы үлкен байрақты бәсекелер болып жатады, Темірлан. Алыс мемлекеттерді, алыс шетелдерді дейміз ғой. Сондай кезде меніңше бір қазақ пен қырғыз бәрібір бір-біріне жақын болып тұратын сияқты, қалай ойлайсыз? Иә. Тілеулес болып, Бір-бірімізді қолдап жүреміз әрқашан. Қырғыздармен мысалы жолыққан кезде бір дастарханда отырып, әңгіме айтып, қолдау білдіреміз. Жарысқа шыққан кезде жаңағындай туларымызды ұстап, қолдау білдіріп әрқашан. Сол қазір енді Қырғызстанның боксы өте қатты дамып келе жатыр. Осы соңғы Париж олимпиадасында ешкім күтпеген жағдай болды. 57 килограммда Сейітбек Нұрбекұлы деген бауырымыз олимпиаданың күміс жүлдегері болды. Негізінен естуім бойынша ол жігіт бірінші жекпе-жек ұтқаннан кейін келесі жекпе-жегі кубан боксшы болатын. Сол бәрі айтқан жаңағы ол ұтылады, келесі жекпе-жекті ұтылады, үйге Қырғызстанға самолетқа билет алып, жаңағы қайтуға дайындала берген ғой. Сөйтіп бойға шығып, жаңағы кубинисті айқын басылықпен ұтып алады. Сөйтіп полуфиналға шығады, финалға шығады, сөйтіп енді тарихи жеңіс болды ол. Жалпы бүкіл Қазақстан үшін де, Қырғызстан үшін де біз өте қатты қуандық. Одан бөлек тағы да осы Астанада өткен әлем кубогында
Нуридин деген бауырымыз қола жүлдеге ие болды. Енді Қырғызстан қазір бокстан қарқынды даму үстінде. Біз өзіміз жаңағы осы 2 ай бұрынғы Таиландта өткен 20 жасқа дейінгі Азия чемпионаты болған. Соған қатыстық. Соның алдында Қырғызстанда Чолпан ата деген жер бар. Сол жақта жаңағы біріккен оқу-жаттығу жиын өткіздік. Жалпы біз енді достығымыз өте жоғары. Қырғызстан Федерациясының басшылары келіп, бізге қолдау білдіріп, жарыстың алдында демеп, серкеп, сөйтіп шығарып салған болатын. Ұзақ жылдар бойы жалпы дес бермей келген сол Кубаның қара маржандарына тосқауыл қойғанда біздің өзіміздің бауырларымыз, мынау шаршы алаңға шыққан кезде мен ойлаймын, осы қазақ пен қырғыздың бір бойында ұқсастық та бар сияқты. Мысалға, намыс деген нәрсе болады ғой. Иә. Техникада да бір ұқсастықтар бола ма өзі? Бар, бар. Негізі осыдан бір 5 жыл бұрын алатын болсақ, Қырғызстан боксы мүлдем басқаша еді. Қазір енді жақсы енді деңгейде, өйткені олар жаңа Қырғызстан боксшылары өздерінің жаңағы айтып отыр ғой федерациялары, мысалы Өзбекстанға барады, Қырғызстанға барады, жаңағы шетелдің Европаның жаңағы Куба, Америка, Англия деген сияқты мемлекеттермен біріккен оқу-жаттығу жиындар жасап, осы соңғы 5 жылдықта жақсы деңгей жинап, техникалық, тактикалық жағынан өте қарқынды даму үстінде. Жақсы, рахмет. Қазір біздің қара домбырамыздан күмбірлей төгілген күйді бір тыңдап алсақ, студиямызға өнерлі жастар, Шабыт университетінің студенттері өз өнерлерін ортаға салмақ, бірге тамашалайық.
Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram bomford.kgz. Астана студиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эл агалары, арнайы келип берген сиздерге дагы терең таазим этебиз. Казакстандагы болуп аткан Кыргызстандын балбандары жөнүндө, боксерлор жөнүндө кенен маалыматы бар спортчуларыбызга дагы терең таазим этебиз. Ар дайым кыргыз-казак ортосунда табышында ысык ыклас ары көздөй жалгаша берсин демекчибиз. Улук байке, биздин азыр мынакей улуттук оюндар жөнүндө Казакстандан Астана студиясынан биздин агайыбыз Керемет Тыйын Эңмей, Эреңиш сыяктуу биздин ат үстүндөгү күрөш деп тамай аныктамасы менен берип айтты. Көчмөндөр оюндары жөнүндө айтты. Өзүңүздөр барып келгендей өткөн жылы Астанада Кереметтен келди, көчмөндөр оюндары өттү. 26 жыл болсо Кыргызстан өзүбүз өткөрөбүз деп. Бүгүн бизде дагы даярдык катуу. Жакында таласта өтө турган дагы бир чоң иш-чара Казакстандан делегация келе жаткандыгын айтты. Эми биздин көкбөрүнүн гимнинде айтылгандай, атаң кыргыз теңирдеги көктөгү арбак болуп тиктеп турат көздөрү, эзелтеден эмдигиче калуучу эрендердин роюну көкбөрү дегендей, же болбосо Байдылда акын айткандай, чыгы менен шыгысы болбосо айырмасы жок анча көп дегендей, биз бир элбиз. Ошо бир эл экенибизди улуттук оюндар дагы далилдеп турат. Сизге суроо бергим келип турат. Көчмөндөр оюндарында көкбөрү менен көкпарды албаганда, андан башка жанагы биздин өткөндө жакында барып Казакстандан кара кызыбыз дагы бир баш байгени жеңип келди. Деги эле ушу улуттук спорттук оюндар боюнча кыргыз-казак арасындагы болуп аткан долбоорлор, иштелип аткан иштер, алдыдагы пландар канчалык деңгээлде болуп жатат? Таласка келе турган Казакстандан делегацияны күтүүгө даярдыктар кандай? Жалпы маалымат берсеңиз. Жок, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу казак эли, урматтуу кош канат долбоорунун көрүүчүлөрү. Абдан жакшы долбоор уюштуруп жатасыздар. Жалпысынан кыргыз менен казакты көп нерсе бириктирип турат. Озеки чыгармаларыбыз, бай маданиятыбыз, улуу тарыхыбыз дегендей. Ошонун ичинен эң негизги биз бирден бир тамырлаш болуп бириктирип турган бул кыргыз-казак улуттук спорт түрлөрү. Дүйнөнүн баардык спортун бириктирип, кыргыз-казак спортун бириктирсек, дүйнө спортторунан да биздикинин саны көп. Анчинде кичине маалымат катары айтып өтөлү, Кыргызстанда бир 13 федерациянын түрү расмий түрдө улуттук спорт болуп иш алып барып келет. Ошол 13 федерациянын 12си Казакстан менен Кыргыз элинин спорт окшоштук жактары бар. 100% бул жерде. Эрежелеринен гана кичине айырмачылыктар болбосо, окшоштук жактары абдан көп. Анан биз бир тууган казак эл менен Кыргыз элинин мелдештери байма-бай өтүп турат. Эл аралык мелдештер, дүйнөлүк чемпионаттар, Азия чемпионаттары. Биз Казакстанга өзүбүздүн мыкты спортсмендерибизди жөнөтүп турабыз. Казакстандан ар дайым бизге келип турат. Муну менен биз кыргыз-казак улуттук спорту күн сайын өнүгүүнүн үстүндө деп айта алабыз. Ошол кыргыз-казак улуттук спортунун өнүгүп жаткан дагы бирден бир жакшы себеби бул Олимпиада оюндары сыяктуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен биздин улуттук оюндарыбызды дүйнө эли көрүп суктанып турат азыркы учурда. Мына буга чейин Кыргызстанда 3 ирет өтсө, андан кийин Түркияда, анан Казакстанда болуп өттү. Казакстанда абдан жогорку деңгээлде өттү. Уюштуруу тармагында абдан 5 деген мыкты деген бааны берет элек. Абдан сонун болуп өттү. Инфратүзүмдөр абдан сонун. Эмки жылы буюрса Кыргызстанда өтөт деп турабыз. Ошонун ичинде 42 спорттун түрү кирди. Көчмөндөр оюндарына биз даярдыктарды баштадык. Көптөгөн мамлекеттерге чакырууну жөнөттүк буюрса. Ошонун ичинде эң көп команда келген бул Казакстан. Казакстандын мыкты балбандарын көрөбүз, күтөбүз дегендей. Анан ат оюндары боюнча Казакстандын кызматкери айтып өттү, абдан жакшы айтты.
мына тыйын боюнча мен теңгелүү боюнча чемпионат мирага Казакстанга атайын өзүм барып катышып көрүп келгем. Казакстандын мыкты жигиттери абдан жогорку деңгээлде даярдык көрүп мелдештерди өткөрөт. Ар дайым жеңишке жетип келет. Ошол эле учурда биз да Кыргыздын мыкты жигиттерин апарып дайым катышып келебиз. Анан о дарыспак деп коет, бизде эрең иш, ошонун баарын бириктирип азыр эле айтып өттү, эл аралык ат үстүндө күрөш федерациясы түзүлүп, биргеликте иш алып барып келебиз. Анан жалпысынан ат чабыштын түрлөрүнө келсек, дүйнө эле суктанса болот. Мына Казакстанда улуу дала жоругу деп 500 километрге ат чабыш өткөрүп атышат. Буга биздин мыкты чабанды саяпкерлер катышып, байгелүү орундарга жетишип келип атат. Бул 500 километр кээ бир адамдар таң калышы мүмкүн. Кантип ушунча алыстыкка ат машина менен араң жетебиз, аттар менен кантип барат деп. Буга кыргыз казактын аттары ар дайым биринчи орунду алып, мыкты жетишкендиктерди көрсөтүп келет. Биздин кара кыз, мына казак кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон кара кыз канчалаган адамдардын көмүрүнө татып, эки элдин бүт байгелерине болуп мыкты мелдештерге катышып келет. Жалпысынан кыргыз казактын балбандары, аттары эки элге бирдей таанымал. Көк бары менен көк бөрүгө келе турган болсок, оюн учурунда гана баягы бул спортто талаш болот, ар кандай нерсе болот. Бирок буюрса айкөлдүк кылып эки эл, эки команда дегендей мыкты оюндарды көрсөтө турган болсок, достукту, биримдикти көрсөтсөк, буюрса көрсөтөбүз 100%. Биз да ишенебиз. Азыркы учурда бокс менен эреже серуш уюму UFC'де кандай элдер кызыгып көрө турган болсо, көк бар менен көк бөрүн дүйнө эле ошондой көрө турган бизде мүмкүнчүлүк бар. Көрүмдүүлүгү, Көрүмдүүлүгү. Көрөрмандардын санынын көптүүлүгү жагынан көк бар менен көк бөрүдө бизде абдан көп. Буюрса ушул мелдештерибизди жакын арада көчмөндөр оюндарында мыкты деңгээлде алып чыгып көрсөтө турган болсок, буюрса абдан дүйнө эле кызыгып көрөт. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Жеңиштерге ийгилик. Эки элдин ынтымагын, биримдигин, бир туугандыгын даңазалай турган ушундай спорт тармагында дагы, улуттук оюндар аркылуу дагы даңазалап аткан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мыктыбек мырза, күрөш жаатында, балбандарда бизде белбоо күрөш, алыш күрөш, лейлек күрөш болуп, күрөштүн тармактары көп го. Манаста дагы айтылгандай, Кошай атабыз 90-дагы кезинде жолой менен күрөшүп атканда көрүүгө болот, эр агыштын күрөштөрүн көрүүгө болот. Ушундай балбандардын жолу, сапары канчалык деңгээлде болуп атат. Ошол күрөштө дагы көкчө баш болгон баатырлар келип кыргыз балбандарын сүрөп тургандыгын көрөбүз да. Бүгүнкү күндөгү кыргыз күрөшү, же болбосо казактар менен болгон матка чыккандагы күрөштөрүбүздө кандай бир башка элдин, тагыраагы сиз Кыргызстан атынан чыгып атканда, биздин бир тууган боордош Казакстанды сүрөп аткан деми канчалык деңгээлде сизге бир демиңизге дем кошуу кубат болот? Саламатсыздарбы? Казак элинен бизден спортсмендер, тааныштар бар. Жакшы, азыр деле байланышып сүйлөшүп турабыз. Жакшы балдар, дос балдар бар. Дайыма эми Өткөндө көрбөдүк, Мунарбек бокска чыккан кезде, Айсулуулар, башка биздин балдарыбыз дагы намыска чыгып аткан кезде казак эли кан үрбөтүп, кыргыз деп, бир тууган экенибизди, жакын экенибизди далилдеп сүрөп турду да бизге дем берип. Сизге дагы ошондой дем берген учурда спорт чебери катарында кандай дем болот? Биздин боордоштордун сүрөп аткандыгы. мына кече эле жакында эле дүйнө чемпионаты болуп өттү кыргыз күрөшү боюнча. Ошондо мен финалга өзбек балбан менен чыктым. Ошондо Казакстан балбандарынын атынан мага өтө дем күч кубаты өтө көп болду. Мага поддержка берип, утасың деп мага өтө мотивацияларды берип, жардамдарын айтып, ошентип чемпион болуп, алардын эле жардамын тийип. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй кыргыз, казак балбандарынын ортосунда байыркы тарыхыбызда дагы керемет саптар бар. Тарыхтын бүктөмүндө казак балбандары келип кыргыздын бөлтүрүк балбанын көргөндөн кийин бөлтүрүгү булай, бөрүсү калай деген лакап калып кеткен. Так ошондой балбандарыбыз менен маектешип атабыз. Астана студиясы кайрадан сиздерге кезекти узатам. Сөз сиздерде. Кымбаттуу көрөрмөн, биз энди багдарламамызды ары карай жалгастырып, дал азыр энди экөөңүзгө ортак бир ауыз кортунда сурак коюп, кыска нуска жооп берип, багдарламаны сухбатты түйүндөсөк дейбиз. Энди кыргыз бен казак спортунун азыркы бет алысы, жай күйү жайында Нуркен мырза энди Темирлан өздеріңіз айтып берсеңіздер, жаңа айтып отырсыз, бокс өтө жақсы бір қарқын алып дамып келе жатыр Темирлан, қазір таңда. Нуркен мырза, қалай ойлайсыз? Ұлттық спортымыз. Жалпы ат спортында, ұлттық ат спортын
жаңа басында айтып кеткендей, бұл барлық түрде қырғыз қазақтың ортақ ойындары ғой, ұлттық ойындар. Сондықтан бұл ұлттық ойында екі елден басқа мемлекеттік халықаралық дәрежеге де шығару осы қос мемлекеттің қол ұстасып, айналысып, бірге жұмыс істеудің арқасында шығады деп ойлаймын. Сондықтан достығымыз жараса берсін. Бұл әр спорттың қанымызда бар, ұлттық спортымыздың деңгейін жоғарылату, осы жалпы осы көшпенділер халқының ішінде қырғыз бен қазақтың үлесіне өте көп тиіп отыр. Сондықтан екі мемлекеттің осы ұлттық ойындарына келген кезде достығы болу өте қажеттілікті талап етеді, және басқа мемлекеттерге үлгі боламыз деген ойдамыз. Рахмет. Бірлік болса, бәрі де болады. Бәрі де болады. Жақсы, рахмет. Алғыс білдіреміз студиямызға келіп, уақыт бөліп, сұхбат бергендеріңізге. Рахмет айтамыз. Барадай аулым көшіп қызыл жарғай, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. О сәнге қоңырлатып сала берем, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Не қалды қарайғанға, қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалдай, көзіңнің мөлдірін ай. Ауылың алыс қалған қарай-қарай, қайырылып қаршығадай, мойным талдай, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай, көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай, көзіңнің мөлдірін ай. Жақсы, ендеше осы жерден әңгімемізге сәл үтір қойып, біз сөз кезегін ары қарай жалғастыру үшін біздің Бішкек студиясындағы әріптесімізге сөз кезегін берсек дейміз. Рахмат, рақсылық білдіреміз. Оразағай, айтсаңыз, Мұнарбек Сейітбекұлының бағы жанышына, дегелі түрк дүйнөсүнүн, анын ичинде кыргыз менен казактын атынан бір тарых жаратты, чоң окуя жаратты. Шунун башталыш тарыхы да Казакстан менен тыгыз байланышта деп угуп калган жайыбыз бар. Дегеле Мұнарбектин феномени жөнүндө айтып берсеңиз. Мұнарбек Сейітбек уулу 2023 жылы дүйнө чемпионатында Ташкентте болгон чемпионатында, мынакей 30 жыл өткөндөн кийин, союз таркагандан кийин биринчи жолу тарыхта ошо бизге Кыргызстанга күмүш медаль алып келген. Биз ошондо Кыргыз улуттук бокс федерациясы менен чогуу барып, ошондо
колдоп барганбыз. Ошондо мен ошо эсимде биздин жаныбызда ошо казак бир тууган биздин федерациябыз жайгашкан. Ошолор менен чогуу турганда Мунарбек чыкканда биз аябай күткөнбүз ошонучу. Аябай мушкелдер күчтүү болчу ошо дүйнө чемпионатында. Анан биз туруп ошондо Мунарбек уткандан кийин биз ушундай сүйүндүк. Мынакей 30 жылдан кийин бизге ошо медаль келип атат депчи. Андан мурун мына Орзубек Назаров 3-чү орун алып келген. Бирок мынакей 30 жылдан кийин мына Мунарбегибиз бизге ошо күмүш медальды алып келгенден кийин биз ушундай сүйүнүп, секирип, эметип атсак, сүйүнүп атсак, бири-бирибизди кучактап, биякта казак туугандар келип бизди да кучактап, биз менен чогуу сүйүнүп, аябай ошондой кандай мындай сезимдер, жылуулук сезимдер, сөзсүз ушундай жакшы бизди мындай колдоду казак туугандар. Мен ойлойм, алардын дагы балдары утуп атканда биз да сүйүнүп чогуу болуп, чогуу биргеликте. Анан мынакей Мунарбек азыр Олимпиададан былтыр мынакей коло медаль алып келип атат. Анда дагы биздин казак туугандар келип, сүйүнүп, кучакташып, мындай биздин машыктыруучуларды ошо телевизордон көрдүк. Аябай колдоп жүрдү ошол жактанчы. Мынакей мына биздин казак мушкерибиз айтып атат, биз дагы машыгууга көлгө келебиз деп, сборлорго катышабыз деп, бири-бирибизди колдойбуз деп. Бул деген чоң мына орто казак кыргыздын ортосунда чоң мындай достчулук. Мен ойлойм, бул достчулук дагы өнүгө берет. Эмне дегенде казактар менен кыргыздын мелдештиктеринде мындай чоң уюштуруу мероприятияларда мен ойлойм, ошо казак бир туугандар бизге чоң жардам берет. Эмне дегенде дүйнөдө азыр бул мындай орусча айтып коет, лидер деп коет да. Казак, өзбектер. Бирок биз казактар менен биргебиз, мелдештерге чогубуз. Мына айтып кетти, сборлордо чогубуз, биргебиз. Ар бир мелдештерде болобу, семинар болобу, мероприятие болобу, биз биргебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, келечекте биз бирге болобуз, келечекте бири-бирибизди колдойбуз. Ошо келечекте биз бирге жеңиштерге жетебиз. Рахмат ага, ыраазычылык билдиребиз. Улук аке, биздин Аликбек Мусаев деген Элмирбек Иманалиев менен айтышкан акындын бир керемет рисабы бар да. Кызыл тилим кыргыздын кызыл желек, көк шапаным казактын көк байрагы деп. Ошол сыяктуу эки элдин аргымак федерациясы болобу, андан башка жоргодо болобу, аламанда болобу, кайсы жагы болбосун, тыйын эңмейде болобу, эреңиште болобу, дагы биз көңүл бура турган, чогуу биримдикти өстүрө турган кандай жагдайлар бар улуттук оюндар федерациялар арасында? Улуттук оюндарда кыргыз казак менен бардыгы эле улуттук оюндар боюнча спортту бирге ишке ашырабыз. Ийгиликке да бирге жетебиз, дүйнөгө да бирге таанытабыз дегендей. Жакында кандай долбоорлор? Жакында эле мына Кыргызстанда Талас шаарында бир тыйын эңмей теңгелүү боюнча жана жигитовка боюнча эл аралык кыргыз казак ортосунда бир жакшы мелдеш болгон турат. Казакстандын курама командасы келебиз деп дайындык көрүп атат. Буюрса 2 ноябрда Талас шаарында өтөт. 1-2 ноябрда. Ошол жерден абдан мыкты иш-чара болот. Көрүүчүлөрдү да чакырабыз. Андан сырткары көчмөндөр оюндары эң негизгиси. Биздин улуттук оюндар даңазалай турган. Андан сырткары биздин жеке азыркы учурда долбоорубуз болуп атат. Казак спорт агенттиги менен, министрлиги менен да сүйлөшүп кылабыз. Кыргыз казак спорту мелдештерин уюштуруу пландап жатабыз. Бир гана Казакстан менен Кыргызстандын гана улуттук спортторунун эрежелерин бирдиктүү кылып иштеп чыгып ойнотобуз. Дүйнө эли көрсүн, казак күрөшү, кыргыз күрөшү, ошол ат чабыштары, теңгелүү тыйын эңмейлери, эреңиш, од арыспактары, мына ушул спорттун түрлөрүн тандап алып, эң приоритет деген спорттун түрлөрүнөн мыкты мелдеш өткөрөбүз. Аны Кыргызстанда кылабызбы, Казакстанда кылабызбы, анын баары сүйлөшүү негизинде болот. Биздин могу карагыз күлүгүбүз Казакстандан канча жолу баш байгелерди жеңип атат да. Бул дагы улуттук спорттун бир багыт тармактарынын бирөөсү. Казакстанда ушундай күлүктөрдөн бизге келип дайыма байга алып жүргөн күлүктөрдөн барбы? Сөзсүз түрдө. Казакстанда канча мелдеш өтсө, биздин чабандестерибиз, саяпкерлерибиз барып жеңүүчү болуп келип аткан болсо, ошол эле Кыргызстанда өткөн мелдештердин дагы көпчүлүк байгелерин казак туугандардын аттары келип жеңип утуп кетет. Рахмат. Муктубек мырза, жалпы элге, казак-кыргыз ортосунда кандай бир тилектериңиз бар? Дайыма ортобузда ынтымак болсун, достук болсун, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге поддержка берип, ынтымагыбыз эч качан үзүлбөсүн. Баракелде.
Урматтуу агайлар жана спорт чеберлери, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Спорт дайыма ынтымак менен достукту, биримдикти сүйгөн улуу көрүнүш. Так ошондой улуулукту даңазалап келе жаткан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ороз агай, бары болуңуз, элибиздин намысын байлаган азаматтарыңыз эч убакта ташыркабасын дейле. Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин урматыңыздарга керемет чыгарма жаңыртабыз. Сезбек Исманалиев Кыргыз Манас деген чыгармасы менен алдыңыздарда. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz.
Қымбатты көрермен, қос қанат теле көпірін одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін енді спорт тақырыбында әңгіме өрбітіп отырған жайымыз бар. Дәл қазір енді біз кезекті тақырыбымызды қозғау үшін студиямызға келесі қонақтарымызды шақырсақ дейміз. Спорттық акробатика федерациясының президенті Ілияс Жақсымбет мырза студиямызда қонақта, және спорттық гимнастика федерациясының президенті Ербол Жантықов мырза арына келіп отыр. Ендеше студиямызға қарсы алайық. Қос қанаттың төріне қош келдіңіздер дейміз. Бүгін енді қырғыз әріптестерімізбен байланыс орнатып отырмыз. Енді қазіргі таңда Ілияс мырза, өзіңіз басқарып отырған осы федерацияның сыртқы халықаралық байланыс туралы әңгіме өрбітсек. Қазір спорттық акробатикадан Қазақстан бойынша Павлодардан жақсы өте мықты спортшыларымыз бар. Өзіміз сол федерацияны осы жақында бастағанбыз. Енді ақырындап уже Құдай қаласа спорттық акробатиканы жақсы деңгейге көтергіміз келеді. Қазір барынша біз сол спорттық гимнастикаға саласында сонымен дамытып жатырмыз. Жалпы енді гимнастикада, акробатикада дененің мінсіз болуын талап етеді ғой. Жалпы осы тұста Ербол мырза өзіңізге сұрақ қойып өтсек, бүгінде гимнастика қаншалықты дамыған, бұл салада айтарлықтай өзгерістер бар ма? Негізі қазіргі таңда гимнастика өте қатты дамыған. Өйткені бізде Олимпиада ойындағы серебряный призер бар, біздің Нариман Курбанов. Қазір біздің спортшыларымыз Нариман Курбанов, Милат Карими, Зейнулла Идрисов әлем чемпионатында Джакарта қаласында өткен әлем чемпионатында финалға түсті. Бүгін финал болады. Жақсы өнерді көрсетті деп ойлаймыз. Астана және Алматы қаласында өте гимнастика жақсы дамыған. Павлодар қаласында, Шымкентте бар гимнасттарымыз. Жаймен гимнастика негізі үлкен деңгейге көтеріліп жатыр. Бұған дейін енді біз осы қос халыққа ортақ спорттың түрлерін талқылайтын болсақ, біздің енді ұлттық спорттарымызды, біз енді жаңа құрылып жатқан федерацияны айтып отырмыз, енді спорттың кезекті салаларын талқылап отырмыз. Өзіңіз айтқан мынау үлкен мегаполистерден өзге біздің аудандық өңірлерімізде қазір қарқын бар ма? Даму, қызығушылық деген дүние мектеп қалыптасып келе жатыр ма? Мысалы, осы Астана қаласында бізде 12-13 спорттық гимнастиканың залымыз бар. Жақсы дамып жатыр деп ойлаймын. Мектептерде де бар гимнастика. Негізі біздің гимнастика деген физкультура бар ғой мектепте өтетін. Сол физкультура негізі өзінде гимнастика деп сануға да болады. Алматыда, мысалы, кішкентай қалаларда да бар, ауылдарда кішкене даладағы спорт площадка деп айтады ғой, соның өзінде негізі гимнастика. Қазір спорттық гимнастикадан сол енді айтқым келгені, өзіміздің мектебіміз бар деп айттық қой, сол балаларға спорттық гимнастика қазір өте жақсы дамып жатыр Қазақстанда. Және халықтарға, балаларға қолжетімді болып жатыр. Ыңғайлы локация, ыңғайлы жерлерде орналасқан біздің осы оң жағалауда, Астанада, сол жағалауда, және осы Алматыда да жақсы спорттық гимнастика өте қатты жақсы дамыған. Нариман Курбанов, Милат Карими және Зейнулла Идрисов сол Алматы жақтан да өздері. Олардың ізін жалғайтын енді шәкірттер қазіргі таңда тәрбиеленіп жатыр ма? Иә, қазір шәкірттерде Зейнулла Идрисов осы енді сол 8-ке кірді. Спорттық гимнастика бұл үлкен олимпиадалық спорт түріне жатады ғой. Десе де, осы спорт түрінен бүгінгі күні қандай бүкіл күш өздеріңізге түсетін шығар? Жалпы осы орайда өздеріңіз айта кетсеңіздер, жарыстарға дайындықтарыңыз қалай өтеді? Өздеріңіздің күштеріңізді осы бір олимпиадада көрсететін шығарсыздар? Негізі біз қазір Ілияс екеуміз кішкентай балалармен жұмыс жасаймыз. Өйткені қазір ғана дамып бара жатыр да гимнастика Астанада. Бірақ Алматыда бұрыннан бері біздің бапкерлеріміз кішкентай балаларды емес, бізде сияқты үлкен спортшыларды тәрбиелеп жатыр. Мысалы, біз кішкентай балаларға мән бергеннен соң балалармен бірге сборға барамыз. Мысалы, жақын, мысалы, Ташкент, Иссыкөлге барамыз кейбір кезде жазда. Сол осындай сборларға барып, жарыстарға қатысып, үлкен деңгейге гимнастиканы шығаратын деп ойлаймыз.
Иә, қымбатты көрермен, ат үстінде күн кешкен қазақ пен қырғыздың ұлттық өнері туралы айтар сөз көп. Дегенмен де спорттың өзге де саласы, оның ішінде спорттық гимнастика туралы әңгіме өрбітіп отырмыз Астана студиясында. Ал дәл қазір, дәл осы спорттық гимнастиканың жарқын өкілі, жас гимнастшының өнеріне дәл қазір біз кезек беріп тамашалап алайық, одан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Тамаша, алдарыңызда көркем гимнастикадан әдемі өнер көрсеткен София Әмірхан және Табирис шығармасын ұсынды назарларыңызға. Алғыс білдіреміз. Енді Ербол Ілияс мырза, сіздерге қоятын сұрақ, осы София секілді біздің өсіп келе жатқан қазіргі таңда жастарымыздың аяқ алысы, жалпы осы саланың біздің елдегі бет алысы қалай, болашағы қалай? Келушілердің саны көп пе бүгінде? Спорттық гимнастиканың қазір тез дамып жатыр, сол жақсы да. Және бізде осы Нариман Курбанов олимпиададан 2-ші орын алған кезде бізде гимнастика алға қарай тек алға кетіп жатыр да. Бізде мектеп көп болғандықтан, жаңа айтып кеткендей, қол жетімді да балаларға. Балалар келіп, қазір балалардың саны 2 есе өсіп, Қазақстанда спорттық гимнастика жоғары деңгейде қазіргі таңда. Әр ай сайын, мысалы, 300-400 адам келеді бізге гимнастикаға. Спорттық гимнастика, көркем гимнастика, акробатикаға. Бұлай тез өсіп жатырмыз. Неше жастан бастап болған дұрыс? Негізі гимнастика 4 жасынан аламыз біз, спорттық гимнастика, акробатика 5 жасынан аламыз. Көркем гимнастикаға 3-4 жасынан бұлай келеді қыздар бізге. Сол үшін кішкентай балалар да қатысып жүр бізге, үлкен спортшыларымыз да бар, 8, 9, 10 жастағы балалар келіп жатыр. Бірақ оларға гимнастика жоғары деңгей емес, сол профессиональный емес, өз деңгей үшін, денсаулық үшін сондай гимнастика өткіземіз оларға. Дәл осы спорт түрлеріне жалпы Қазақстанның да, енді біздің бауырларымыз Қырғызстанның да атағы шыға қойған жоқ қой негізі, енді шығып жатыр ғой. Иә. Енді жаймен дамып жатырмыз. Бізде негізі Қазақстанда гимнастика бұрыннан бері жоғары деңгейде болды. Бірақ ең үлкен үздік біздің айтып өткендей Милат Кареми және Нариман Курбанов достарымыз, спортшыларымыз. Бастысы болашақ жарқын болсын дейміз.
Қырғыз-қазақ теле жобасы қос қанатты әрі қарай жалғастырамыз және студиямызды тағы да бір тамаша әнге бөлесек, алдарыңызда Мәдидің әні Шіркін айды орындайды. Қабыл алыңыздар. бір көре алмай ау атқан таңның қалай шаңау дәтің шыдабай тұраларсың қысымыны көре тұра оу шіркін ай қас дұшпанның ай ой ау батыр боп ер атандым ай әуелі бастан бой бермей бозоқтарған ау бала жастан бектерген ау берілмескен ау беледі байлап бір өзімі жалғыз жүріп оу шіркін ай қарсыласқамай ой ау ағайын асыл туған ай абызалы достар ағаны құрбы құрдас ау замандастар аз күнден ау қайта айналып ой мені келермін ал енді көріскені шау оу шіркін ай қош болыңдар ай ой ау Қымбатты көрермен, студиямызда қонақта болған тағы да бір таныстыра кетейік. Спорттық акробатика федерациясының президенті Ильяс Жақсымбет және спорттық гимнастика федерациясының президенті Ербол Жантығов мырзалар. Студиямызға келіп, уақыт бөлгендеріңізге рахмет айтамыз. Сөз кезегін ары қарай жалғастыру үшін біздің Бішкек студиясындағы әріптесімізге сөз кезегін берсек дейміз. Қырғызстанның намысын қорғап, ечендеген спорттық биіктіктерде, ұлы көрініштерді қайталап, еліміздің туысын желбіретіп жүрген жалпы спортсмендерге, спорт шеберлеріне тазим ету ретінде сөз Алтынбек Исмаиловқа таандық Нұржігіт Молдаяровтың автордық шығармасын ұсыныштаймыз. Қабыл алыңыздар, автордың атқарусында Нұржігіт Молдаяров. Bir öcüsü байлық іздеп тұрмыштан, бирөө жашай бақыт тілеп жылдыздан. Башқаларды білбейін бирога менин, байлығымда, бақытымда Қырғызстан. Ала толы желбіретіп тұрғыздан, аяламда нұр чачырап туғыздан. Жан дүйнөмө қубат беріп түбөлүк, жанып турат жүрөгүмдө Кыргызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар арулуктан жылмышкан. Андайларды билбейм бирога менин, ар намысым абирим да Кыргызстан.
тура жүрөгүмдө Кыргызстан. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz.
Бүгінгі қос қанат телекөпірінде айтылған әр пікір бауырлас халықтардың достығына қосылған үлес деп білеміз ағайын. Иә, спорт тек қана жарыс емес, ол бірліктің, өзара құрметтің көрінісі. Қазақ пен қырғыз қос қанат, бірі биіктесе, бірі сүйінеді. Осы рухымыз әрдайым сақталғай. Рахмет қадірлі қонақтар, құрметті көрермен, келесі кездескенше аман болайық. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кош канат долбоорунун бүгүнкү чыгарылышынан спорт темасындагы көрсөтүүбүздү көрдүңүздөр. Спорт тек гана намыс менен, күчтүүнүн жана алсыздардын ортосундагы тиреш эмес, бул ички интеллект менен бай маданияттын улуу көрүнүшү. Ар дайым кыргыз казак куштун кош канаты сыяктуу түбөлүккө бийиктеп алгылай берсин. Көздүн агы менен карасындай болгон элдерибиздин эртеңине, эгемендүүлүгүнө кеч кирбесин дейли. Кайрадан кош канат менен көрүшкөнчө жалпы журт эсен туруңуздар.